Ақтау қаласының 16 шағын аудандағы Абырой тұрғын үй кешенінің тұрғындары жер асты көлік тұрағына салынғалы жатқан көлік жуу орнына наразы. Тұрғындардың айтуынша, жертөледе аталмыш кәсіпті жүргізуге ешқандай жағдай жасалмаған және жерде қарастырылмаған. Негізгі мақсаты көлік тұрағы болу есептеледі. Алдағы күндері ылғал тартып, денсаулығымызға зиян тимесіне кім кепіл дейді тұрғындар. Мойкаға қарсымыз. Во-первых, не үшін мойкамыз паркингте орналасқан. Паркинг ол машина қоюға арналған орын. Коммерческое помещение салуға арналған орын емес. Бұл вопросты біраздан бері көтеріп жүрміз. Жылдың басында көтеріп заявление жазғанбыз. 301 адам қол қойып петиция жариялап акиматқа заявление тастағанбыз. Ол вопросымызға ответті алдық. Разрешительный документтері жоқ, поэтому мойка салынбайды деген. Но одан бері, мне февральден бері біраз уақыт өтті уже. Он, получается, вот все это время отрабатывал. Разрешительные документы сейчас у него на руках имеется. Разрешительные документы якобы ему дал ГАСК. Паркингтің асты. Ертең сиырс болады, любой зат болады. Ертең үйіміз сиырстанады, ол кәсе. Нелі маса, тағы қоңыз бәрі көбейеді. Соған қарсымыз біз салуға. Сол қарсылық білдіру үшін тұрып жатырмыз біздер. Ал Ақтау қалалық жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі көлік жуу орнын ашқалы жатқан кәсіпкермен келіссөз жүргізгенін айтты. Жер учаскесінің нысаналы мақсаты коммерциялық нысан құрылысын салу және пайдалану үшін берілген. Жер учаскесіне автокөлік жуу орталығының құрылысын салу үшін құрылыс құжаттамалары алынған. Аталған шағым бойынша орын алған кемшіліктерді жою мақсатында жер учаскесінің иесін қалалық әкімшілікке шақырып келіссөздер жүргізген болатынбыз. Алайда жер учаске иесінің тарапынан наразылық болуына байланысты бір келісімге келген жоқпыз. Құжаттардың заңдылығын анықтау және құрылысқа рұқсат беру құжаттарының заңдылығын анықтау мақсатында Маңғыстау облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасына және жер ресурстарын басқару департаменті мемлекеттік мекемелеріне тексеру және анықтау жұмыстарын жүргізу үшін хат жолданатын болады. Тексеру қорытындысы бойынша қосымша хабарланатындығын хабарлаймыз. Мұнымен мәселе түбегейлі шешілген жоқ. Әлде тексеру жұмыстары жүргізіледі дейді мамандар. Ал тұрғындарға күте тұрудан басқа амал жоқ. Жасұлан Мұхан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.